Assalamualaikum barcha musulmon bolalar. Halingiz qalay? Lekin bu yoqda ulkan qattiq shum bo'lib жатыр. Endi bizning жұмысымыз басталды. Ya'ni Qozog'istonga Koreyaning bir emas, iki birday temir tulpari chiqdi. Және Yaponiyaning Koreyaga arналған машинасы RAV4 және Toyota Camry машиналары. Бұл машиналар Qozog'istonga ketib жатыр. Яғни кейбір кісілер ойлауы мүмкін, Нұрлан өзі сатып алып жіберіп жатыр. Немесе бір қайтсам болды. Сені кіремей, мысалы, қанша видео көріп жатыр ғой. Сол сені кіремей мүмкін. Мен қазір мына жақта тікелей сатып алған кісілердің аты жөнін айтуды мен рұқсат алдым. Сол кісілердің аты жөнін айтайын. Сіздерде кішкене более сенімдеріңіз мықты болу үшін енді сіздерді түсінуге болады. Анау отырған 4-5 мың километрден үлкен ақшаны, яғни жоқ дегенде 7 миллион, 5 миллион теңгені, 10 миллион теңгені салып жіберу сіздерге де әрине күмәнді тудыруы мүмкін. Сол себепті мен сіздерге бір нәрсені айтайын. Кейбір кісілер айтып жатыр, Нұрлан, бағанағы сенің кіремей басқа ойлар туындап және комментарияда отанын сатқан деп. Айналайын ағайын, Сайлауова бар, басқа кісілер бар. Біз енді шынырек отанымызды сатып Қазақстанға өйстіп машина жібермейтін шығармыз ағайын. Адам кішкене не сөйлейтін кезде де, комментарий жазатын кезде де, енді Сайлауованың комментариясын көреміз, біздің де комментариялар бар. Адам сөйлейтін кезде жақсы сөз сөйлеңіздер. Егер жақсы сөз сөйлей алмайтын болсаңыздар, онда сөйлемеңіздер. Егер бізге шіли сонда сұрақтарымызды бізді тану неғылса сонда не қоятын болсаңыздар, оданша бізбен тікелей сөйлесіңіздер. Сосын өздеріңіз айтатын нәрсе айтасыздар. Айналайын ағайын, мен Тараз қаласынан, Жамбыл облысы Тараз қаласы. Бүкіл кезінде енді біраз әнші, тамада жігіттермен жұмыс жасадық, бейшілер бар, оператор жұмыс жасадық. Сол себепті Кореяға келіп, еңбек етіп, және ары қарай дамып, өзіміздің елімізге осы Кореяның машинасын айдағаннан кейін өзіміздің елімізге әрине машина жібергіміз келеді. Бірақ әттең заманның талабы сай қымбат машина мінгенде заман талабы сай машина қымбаттап кетті. Ал екіншіден Қазақстан заңы бұған сәйкес келмейді. Яғни 2010 жылғы машинаны 2005 жылғы машина жібергіміз келеді, бірақ оған сәйкес келмейді. Тек қана 2018, 19, 20 жылғы шыққан машина кетеді. Енді түсінем, кейбір кісілер 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион теңге машина сұрап жатыр. Сол себепті енді бізде түсініңіздер, заң рұқсат берсе, әрине біз жібереміз. Ал біздің ең бірінші Toyota RAV4 машинамыз Қазақстанға шықты, жоғалған. Мына жақтан жігіттер қазір аккумуляторды ажыратып қояды. Яғни жолда, яғни замекание болмас үшін аккумулятор шешіп қойды. Қазақстанға барғаннан кейін осы видеоны көріп, қайта аккумулятор сақ қойсаңыздар болады. Ал енді бұл машинаны қазір сіздерге көрсетейін. Ал Ақтөре бауырым, Ақтөре, бергеш. Мына айтшы бауырым, сан айтайын деген. Мына кейбір Toyota RAV4 машинасы. Яғни қалай алдың? Және кімге алып жатсың? Қазақша. Нақты айтып жібер. Ассалаумалейкум. RAV4-ді мен өзім ең жақын досым алып жатырмын. Яғни неден алдық? Encar сайтынан. Дилерден алдық. Бардық, көрдік машинаны. Ұнады. Өте жақсы. Комплектациясы XL, Camry сияқты. Camry сияқты тура. Екеуін салыстырса, екеуі мықты. Camry'да RAV4-ді. Ал енді бауырым, менімен қалай таныстың, сосын қайтсам болды? Баған өзің туысқандарыңа, нелеріңе, достарыңа айтып жатсың, машина жібереміз. Олар күмәнді тудырып жатқан жоқ па? Бақанда бір 7 миллион, 8 миллион теңге салған кезде. Жоқ, бұл ешкім күмәнданбайды ғой, не үшін күмәнданады? Бұл жерде өзің жүрсің. Нұрлан мен уже танысқанымыз жарты жылдан асты ғой, екеумізге жан доспыз. Рахмет Нұрланға, адал істейді бәрін. Елін ойлайды, жерін ойлайды, қазақтары. Керемет машина мінсін деп сондай ниетпен істеп жатыр да, шын жүрекпен өзін осындай ақ көңіл жігіт. Содан кейін осы
теперь танысқалы бер міне өстіп өзіміз машина алып жатыр. Бір емес сразу 3 машина алдық. Яғни біреуін досын алып берді бағана RAV4. Негізі ол қандай машина іздеп жүреді? Санатта машина іздеген адамға Аллах Тағала бақандай керемет қылып японский сборка специально для Кореи RAV4 машинасы көлігі берді. Және санатта аукционда кішкене сәл ойдан шықпады. Біреуінің краскасы бар, біреуінің комплектациясы жақсы болса сәл орылған сырылған, біреуінің бағанаға нелер сәл мотор жағынан сәл шум болды. Сол жақта біз таңдап қалдық, бірақ ойда жоқта RAV4 машинасы сәл қымбат болса да сол машина алып қалды. Негізі Toyota біздің қазақтар үшін керемет машина ғой. RAV4 болсын, Camry болсын, әлдеқайда корейскіге қарағанда бірінші орында тұрады да. Мысалы адамдар салыстырып жатады, бірақ Toyota есть Toyota. Адамдар мойындаған. Иә, оны доказано. Toyotаны жақсы көреді. Тиімді бір жағынан, запчаста қатты қымбат емес, прочный трассада да, қаланың ішінде де экономика. Мына Toyotаның аты-жөнін айтып жүрші, біз Қазақстанда вариатор деп жатыр, российский сборка. Так, мынау 2018 жылғы модель, предпоследний кузов, XL модель. Полный комплектация болып саналмайды. Яғни японский сборка бұл автомат 2.5 бензин. Бізде панорама жоқ, бұл жерде люк. Бізде жүргендер в основном 2 литр болады и 2.5 болады. 2.5 редкий, да? Автомат. И вариатор болады. Моторы Camry'мен бірдей моторы. В один, Camry'мен бірдей. Лошадиның силасы бәрі бірдей. Ат күші ғой, қазақша айтқанда. Жақсы, өте жақсы. Мысалы, мен RAV4-ді өзім ұнатқаннан кейін дос балам айттым осыны алайық деп. Сразу қарадық, өте тиімді бағаға болды. Яғни, досым да риза болып отыр. Қазір адамдар қай RAV4 деп жатқан жасыр, мына төбе жақтан жақаға видеосын жарып қоямын. Сияқтын көресіздер. Көрсетіп жатыр ана RAV4. Ал енді актері мынау екінші машинаны көрсетейік. Бұл Астана қаласында Нұрлан аға алды. Несін моторын көрейікші. Кешен бұл машинаның бір обзорын көрдім. Нұрлан ағаның өзі жіберді. Бұл машинаның яғни мынау аттың күші деп жатыр ғой, японский сборка. Аттың күші деп жатыр. Бұл енді российский сборкада объемдары сол 2.5-те 6 ступкалы екен. Және российский сборкадағы машинаның моторы 2006 жылғыма шыққан мотор екен. Кеше бір жігіттің несінен көрдім, видеосынан ше. Полный характеристиканы шығарған екен. Ал енді японский сборкада объемы 2.5, бірақ 8 ступкалы. Сосын мынау не екен? 2016 жылы шыққан мотор екен. Күннен күнге жаңартып жыл сайын. Сосын несі Lexus ES 250 моторы. Аттың күші российский сборкада 2.5-інде 181 аттың күші болатын болса, бұда 205 па, 220 ма? 205. Негізі, қалай айтсам, 3.5 бар ғой, 3.5-мен. Почти бірдей да, ол жерде 250 лошадиный сила болса, мынада 205. Потому что японский сборка кішкене мощнее болады моторы. И коробкасы 3.5-пен бірдей. 8 ступкалы. 8 ступкалы машина. И, мысалы, қараңыздар, YouTube-тан, мысалы, көріп атасыздар ғой, мысалы, орыстар көрсетеді ғой, качестволары, қараңыздар, резинкесі, мынаның бәрі салбырап тұр. Мына жерде прочный бәрі, каждый болты, яғни, японский болғаннан кейін, жапондықтар, яғни, жақсы не қылады да, качество жағынан. Любой нәрсені, мына, Осын алдында ше? Майсатта российский сборкада. Осын алдында айтып жатыр, не деші? Бір машинаның ішінде 30 мың деталь болды. Сол 30 мың детальді мүмкін японстар жақсылап құрастыр мүмкін да. Ал біздің орыстар құрастырған мүмкін білмеймін ғой, енді бір кейбір деталь жетіспей қала ма? 18 размер екен. 18. Российский сборкада тоже осындай. Дискісін өзі қараңыз, таза японца качествосы өте мықты. Яғни біздер качествосын қарайды ғой, біздің жолға тем более. Мына машина мінген кезде деймін да ше, адам. Кузовын сұрайды бәрі, қара. Российский сборка не тентіп болсын ма, айтады. Есіктері ауыр. Кішкене, ауыр бар. жақсы.
өте керемет. Және мынау неде российский сборкада не екенін білмеймін, басқа машинаны да шығарып жатыр ғой. Панорамный крыша оларда шықпайды екен. Бірақ российский сборканың несінде Toyota Camry-інде. Ал енді Ақтөре, бұл енді бұл есімі Нұрлан. Жоқ. Нұрлан аға кетіп жатыр бұл машина. Бірақ енді растама жасайтын Айжан деген кісі. Ал енді мистер Пак. Ан녕하세요. Как ваши дела? Хорошо, это наша фирма, я недавно открываю фирма, и вот это контейнер, ну, я уже Украина и Узбекистан отправляю, но Казахстан сейчас первый контейнер открываем, мы открываем, мы начинаем, ну, давайте много заказать, пожалуйста, мы самые хорошие сервисы, услуги и самые хорошие цены для вас покажите вам, ну, давайте посмотримте. Спасибо большое. Ну, Нурлан, спасибо. Да, хорошо, спасибо вам тоже. Келесі машинаны көрсетіп жіберейік. Қайсысы? Грандeur айтпақшы. Ал мінекей, мына Грандеurді айтарлықтай әңгіме көп. Енді бұл Грандeur машинасы негізі класспен салыстырған кезде, бір класс жоғары екен. Машина класстарын салыстырған кезде. Бизнес класс саналады екен. Енді кәрісті мемлекеті өз қақынан шығарып атқан машина ғой, яғни біреуге былайша айтқанда алдап сатып атқан жоқ, тауарым тез өтсін деп атқан жоқ. Болдың тарихы 30-35 жылдан бері тарихы бар екен бұл Грандеurдің. Тікелей мағынасын аударған кезде, как элегант деген сияқты сөзге мағынаға ұқсас болып шығады екен. Яғни енді сол атқа лайықты бұл Грандеurде сол жұмыс істеп жатыр. Яғни дизайны болсын, кузовы болсын, моторының несі болсын, ходовкасы болсын, коробкасы болсын, барлығы күннен күнге әдемі болып шығып жатыр. Ал енді мына Грандeur өзі кішкене заманауи, жақсы дизайн. Енді кузовтарын бұлар кішкене қатты, бағанағы шыны керек, мен білмеймін енді. Toyota 70-тен более қатты сияқты. Өйткені мен алдында тексерген кезде кішкене көрінді. Ан녕하세요. Бесключевой доступ. Ақтөре, мынаның бір несін айтып жібер енді. Нұреке, бұны енді қатты мақтамап қойып. Camry есть, Camry. Бірақ Camry есть, Camry. Camry есть, япошка есть, япошка ғой. Корейский ол екінші орындары. Жақсы машина, трассаның машинасы, қаланың машинасы, міне өте керемет машина. Жоқ, просто бұл өзінің бағасына лайықты бұл орын. 9 миллион теңгеге, мысалы 9 миллион теңгеге лайықты. Өзіне лайықты. Яғни бағанағы енді кеуленді память сиденье болмаса да, жалпы бастапқысы машинаның несі кожасы, яғни сапасы керемет. Және мультируль, және ішіндегі салондағы барлығы сағаты болсын, автомат коробка және жылытатын ыстатын барлық функцияның барлығы кездеседі. Бұл енді соғысымен артықшылық болып келеді. Арт жағымен. Енді мынау ойда жоқта саған бұйырды. Яғни егіліңе мініңдер, ағаңа. Яғни арт жағында подогрев сиденье, және шторкасы, және аст жақтарында мынандай линиясы, яғни бұл полный комплектацияға почти жетпейді, бір саты жетпей тұр. Яғни почти полный комплектация десек, тек панорамный крыша ғана жоқ, қалғанның несі бәрі бар. Қоңыр салон. Енді бұл машина маған көбінесе. Енді бұл машинаның көбінесе дизайны керемет шығарған. Және бұл Grandeur 3 объемы. Мінекей енді мынау келесі машинаны қазір көрсетеді. Яғни ой, осыны сап қоясыздар, балонды. Сіздерге қысқаша ақпарат бердік. Яғни ал енді бізде келесі Grandeur'ды айттық. Ал енді бізде келесі Kia K3 машинасы. Бұл енді самый простой. Үйге арналған машиналар ғой. Қатты қымбат емес, арзан, экономичный. Жоқ, бұндай машиналар керек, қазір көп адамдар сұрап жатыр. Яғни жылы жаңа, бағасы арзан. Сосын былайша айтқанда бұзыла бермейтін,
яғни бір не істесеңіздер, Алла қаласа бір 5 жыл айдын жүрсіздер. Тек майын ауысып тұрсаңыздар болды да. Ал енді мынау қандай кабель деген шығарсыздар. Бұл арт жағында задний камераның не орны бар екен. Міне задний камераның орны бар, соның о несі. Ал енді Ақтөре бауырым, машинаны сәл бір айтып жібер. Моторы яғни 1.6. 1.6. Корейский сборка. Корейский сборка. 2018 жылғы. Самый простой комплектация. Бірақ самый простой комплектация болғанымен машина өте керемет. Тап-таза. Тап-таза, аккуратно. Иісі шықты деймін. Мынаны бірақ мен салондағындай болып тұр. Енді Қазақстанда көбісі барлығы не істейді салондағыдай. Қазақстанда көбісі енді чехол кигізе салады. Бірақ мынаның мен кожа болған ырза болдым. Себебі қолым мына жақта сида тұрады, кнопканы басады. Қанша деме ескермеу үшін. Нұрлан, не үшін машина қызық? Машина, во-первых, тап-таза. Бір краска жоқ сыртында. Замена жоқ. Сызық жоқ машина. Андай машина редко кездеседі біздің Қазақстанда. Кореяда көп қой бұндай. Сол үшін қызық. Дөңгелектері жап-жаңа, мысалы. Титанка ойында өзің алып саласың. Қазақстанда да бар, Осақта да бар. А былай өте керемет машина маған. Именно осы машина көңілімнен шықты. Бәрі шықты. Мынау просто біздің адамдарға лайықты да, бағасы тиімді да, сол үшін айтып отырғаным ғой. Өте керемет. Қазақстанда Kia Cerato, я? Cerato, я. Корейский сборка Kia Cerato. Бізде бұлар на кузов примерно 6,5-7 миллион тұрады. Біздің Қазақстанда ма? Теңгемен. Енді мынау саған примерно бір 6 миллионға түскен шығар? Грубо сондай түсті, 6 миллионға. Енді Кореяның машинасының бір жақсы корейский сборка, сосын 1 миллион теңге пайда көресің. Және 1 миллион кейбіреулер 1,5 миллион. Пайда үшін істейді, өзіне айдау үшін мінеді. Мысалы, корейский машиналар әлде қайда российские қарағанда өте керемет. Мен өзім көзім жетті. Мен корейский машиналар қызықпайды. Енді өшерге көрдік, қызық, өте керемет. Қазір Корея топ-10 дейді ғой, мировой бойынша. Барлық жерде табылып отыр, өте керемет. Жақсы. Ал мінекей, мына жақта біз видеоны үзбей түсіріп жатырмыз, айналаның барлығын. Мынау бүкіл машинаның резиналарын, яғни багажникқа салафанмен орап салып жатыр. Багажға Toyota'ның бір ырза болған, багажға кең екенше. 2 балон шығып кетті, даже 3-ші сүдірға болды, бірақ енді ол өте. Қазақша айтқанда 2 қой сияды ғой. 2 қой сияды ма? Ал ағайын бауырлар, мінекей мынау іште жұмыс істеп жатқан жігіттер, өзіміздің Шымкенттің жігіттер жұмыс жасайды. Ағайын бауырлар, мен сізге айтатын нәрсем, қазақтар білет қай жерде жұмыс жасау керек екен. Кореядағы ең керемет комфорт жердің барлығын, ақша жақсы төлеген жердің барлығын таңдап алған. Бұл ненің белгісі ағайын? Бұл біздің елдің, қазақтың пысықтығының белгісі. Яғни ақылдығының белгісі. Қазақстанда кезінде ата-бабамыз керемет Еуропа мен Азияның ортасына жерді таңдап алған. Қандай керемет. Ата-бабамыз бізге сонда бір керемет жер берген. Ал енді біз сол жерді бағалап, аэропорттан кіргеннен бастап қазақ бауырларымыз жұмыс жасайды. Өте керемет. Яғни өте мен қуанам. Ал қазір осында да қазір Қазақстанға машина кетіп жатыр. Яғни бұл жерден машина болсын, басқа мемлекет болсын, бәрі жаққа шығып жатыр. Осы жерде 2 қазақ бауырымыз Шымкент жігіттер жұмыс жасаған кезде мен өте қуандым. Алла разы болсын, берекесі берсін істеріне. Ал енді біздің машиналарымыз, яғни сіздерге аман есен жетсін, бұйырсын. Toyota RAV4 сатып алған кісінің аты жөнін айтып берсең, кім деген кісі? Есімі ғана айт, есімі. Маги деген мен досым, группаласым. Сол бала заказ берген Алматыда. Ал енді Kia қош машинасы? Бұның бәрі өзімізге ғой. Мынау мен туған ағама мына машина. Алла қаласа енді Қазақстанда видео обзорын, бұның видеоның жалғасын көреміз ғой. Тест-драйв жасап. Тест-драйв жасап. Кореяда жасадық, Қазақстанда. Енді қалып бір өмір қызық қой. Арзан машина тапқанымызбен ертесі ақша салатын кезде
кішкене Сбербанктар қиын болып қалды. Одан кейін ақшаны Қазақстан қайта жіберіп алатын кезде қайтадан екінші рет салатын кезде доллар қымбаттап кетті. Ортада енді болады енді шынымен. Ең бастысы темір тұлпар беруші жақсы. Негізі айтайын дегем, бізде мысалы қазақтардан қорқады ғой, шетелге ақша жібергенге. Мына істеп жатқан компания, мен сіздерге айтайын, ешқандай қорқыныш жоқ, договорға отырсаңыздар болады. Ақшаны любой уақытта жібересіз, машинаны көреді, ұнатасыз, ақшаны жібересіз, машинаны жібереді. Ешқандай лақтыру деген жоқ. Қандай машина таңдаңыз, қандай суммаға, сол сумманы жібересіз, машинаңыз апарып беретін компания. Сіздер айтса, ешікті нормал телефонды көтеріп кетсе, маған звондаңыздар десе, номерді қалдырасыз. Нұрлан енді Кореяда өмір бақи жүрмейді ғой, Қазақстанға қайтады ғой. Ол репутациясын ойлайды әр қазақ. Ертең мысалы қазақтар молодец, осындай машина әкеліп берді. Бұған да жақсы болады, например. Отзывтар болады. Негізі адал істеп жатыр, бәрі адал. Мысалы мен өзімде көзім жетті, Нұрлан екеуміз қазір доспыз. Әр нәрсесін ана контейнер сайын жатыр ма деп қорқып кеткен ғой. Ал мінекей Ақтөре бауырымыз өзінің ағасына видеоны ертерек жолдап жатыр. Ал мінекей Toyota машинасы бағана Нұрлан ағамызға кетсе, Астана қаласындағы. Ал енді Grandeur, яғни Ақтөре деген бауырымыздың ағасына кетіп жатыр. Мен тағы да бір рет тексеріп жатыр бағанағы. Корейский ма? Ал, ассаламағалейкум ағайын, тағы да амандас. Мінекей тікелей эфир YouTube-ға шығып жатырмын. Қазір Hyundai Grandeur машинасы, яғни корейский сборка бизнес-класс машинасы жолға шықты. Ал мінекей бұл машинамыз аман есен Қазақстанға жетіп, иелеріне аман есен жақсы жетуіне Аллах тағаладан тілейміз ағайын. Яғни мынау машинаның баллондарын салпаңға салып жіберді. Керемет. Машинаны жоғалтыр. Мінекей жігіттер қалай еңбекпен жұмыс жасап жатыр. Әрине бір өздерінің бір машинасын көрсеткендей, яғни салғандай керемет алда жұмыс жасайды. Алдында да осы жерде жіптері босап қалған кезде бір-бірлерінің яғни қатектерін түзеп, машинаның яғни безопасность үшін сақтап жақсы жұмыс жасап жатыр. Екі телефонмен қолданған қызық екен. Ал енді мінекей мынау видеоға түсіп жатқан, салып жатқан кім деген шығарсыздар? Өзіміздің Шымкент қаласының жігіттері, қазақ бауырлар. Қазақтар біледі негізі қай жақта жақсы жұмыс жасап. Ал мінекей бұл жігіттер, яғни міне ат жатын түсірейін. Мынау бауырымызда Шымкент қаласынан осы Қазақстанға көлік жіберу, яғни Қазақстанымыз бүкіл барлық мемлекетке көлік жіберу орталығынан жұмыс істеп жатыр. Өте разымын. Онда мына жақтан енді мынау тағы да басқа мемлекетке қалаға кетіп жатқан көліктер, яғни жылы 2014, 11, 12 келесі Kia K3, Қазақстанда Kia Cerato дейді. Ар жақта мистер Фактор.
Ал абайлаңыздар. Ойбай, ана кейіндеп қалды ғой. Миллиметр. Қалай сатасың соны? Уайымдап жатырмын ба? Мына қара ақтөре көрдің ба? Мынау тұрған ағаш ше. Ағаш онан тай кетпесін деп жан-жақтан ағаш шегелермен қадап қойған. Және ағаштың үстіне қалың темір басып кетпесін деп. Қалай жатасың енді? Мына жоғары жақтан да трос іліп қойған колодкаға. Яғни жоғары жақтан да қат салмақ болған кезде жоғары жақтан тартып тұрады. Ағайын. Бисмилля. Бұйыртып аман есен барсын машинаға. Мінекей. Бисмиллахиррахманиррахим. Ал Аллах тағалам осы көліктер аман есен иелеріне жетіп, иеліктеріне мінсін, яғни көліктің иелері. Осы Кореяның, Японияның керемет сапалы, керемет көліктер елімізге көбейсін. Қазақстанның жылы ескі машинаның бәрін тазалап, керемет жылы жаңа машинамен толтырайық ағайын. Қазақстанның, еліміздің Қасым-Жомарт Тоқаев президентімізге үлкен рахмет. Әйтеуір бізге де кішкене рұқсат беріп, елімізге 2018 жылғы, 19-20 жылы шыққан машина кіріп жатыр. Енді 15 жылға, 14 жылға машина кіретін болса, Қырғызстан жақта өте керемет болатын еді. Және мынау растаможка утилизацияны сбордың